Сиқырлы сақа ертегісі. Бір күні кедейдің баласы байдың баласымен ойнап жүріп, өзінің бүкіл сақаларын ұтқызып алады. Кедейдің баласында бір ғана сақа қалады. Сақасын қолына ұстап жылап, менің қора-қора қойым болса ғой деп армандайды. Сөйтіп отырып ұйықтап кетеді. Бала кешке оянса, маңайында қойлар қаптап жүр. Ол қуанып кетіп, оларды үйіне айдап әкеледі. Бала бұл ғажапты әке-шешесіне және досына, байдың баласына айтып береді. Бұл әңгімені естіген бай мәселе неде екенін сезіп, ұлына: «Барда өзіңнің сақаңды ана тақыр кедейдің сақасына ауыстырып кел. Тіпті қанша қаласа сонша қойда бер» дейді. Келесі күні бай баласы өзінің барлық сақаларын кедей досының жалғыз ғана сиқырлы сақасына ауыстырып алады. Оның үстінен тағы да 100 қой береді. Кедейдің баласы қатты қуанады. Отбасына байлық әкелді. Өзі сақалы да болды. Түні бойы қызғаншақ бай мен баласы екеуі сиқырлы сақадан көзін алмастан қарап отырады. Сақа оларға одан әрі баюға көмектеседі деп үміттеніп отыра береді. Тек таң ата ұйықтап кетеді. Олар қойшының айқайынан атып тұрады. «Қасірет, қасірет! Барлық малымыз түнде қырылып қалды, біреуі де қалған жоқ». Ашуланған бай сақаны отқа лақтырып жібереді. От лап етіп жарқырай жанып, алаудан мүйізі иір-иір, әдемі бұғы шығып, сараң байға бір қарап орманға кіріп жоқ болыпты.